Ассалаумағалейкум, қадірменді достар. Бүгінгі міне ВАЗ-2110 десятканың глушителі осындай болып тесіліп қалды. В общем, осыны ремонт жасаймыз. Ремонт басын көріңіздер. Бірінші сыртын бәрін тазалап аламын қазір. Болгаркамен шлифовочный. Так, міне осылай қылып шлифовать етіп алдым. Айналасын тазалап, мына жерін кестім. Жерлерін бәрін шлифовать етіп тазалап алдым. Қазір сварить ететін боламыз. Стак бөліп. Көресіздер ары қарай. Мен айтқан болатын, сварочный аппаратпен жұмыс жасап көрсетемін деп. Соның бүгінше сәті келіп тұр. Қазір бейса тамашалаңыздар. Жасап көрейік. Бисмилля. Міне осылай прихваттап алдық. Енді полный шарықтап тек. Сезон қалды ма? Құрметті желі қолданушылары, бұйырса глушителіміз осындай сварка жұмыстары жүрді. Ендігі жұмысы краскілеймін. Сосын машинаға салатын боламын. Красканы бастаймыз. Бұйырса мынандай баллончик сатып алдым. Универсальный краск дейді, аэрозоль. Кеттік. Алсыншы. Бұл керек. Глушителіміз краскасы дайын. Енді салайын. Глушителімізді алдық міне. Новенький. Стрик. Вот көріңіздер. Ештеңе жоқ, нормально. Осылай өздеріңіз жасап алыңыздар. Ақшаларыңызды экономдаңыздар. Ұнаса комментария қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Әлі талай жақсы видеолар салам. Стройка жөнінде де, осылай көлік жөндеу ретінде де салып отырам. Сау болыңыздар.